Қазір мясной пир деген пиццаға тауықтың төс етін маринадтайтын боламыз. 1 чай қасық толы паприка, 1 чай қасық тұз, кориандр және кішкене қара бұрыш. Кориандрды көп салуға болмайды, өйткені оның дәмі қышқыл болады. Қасықтың ұшымен чым-чым салсаңыздар жеткілікті. Сосын 1 чай қасық толы сарымсақ, яғни 1 тісше немесе үлкен, немесе кішкентай 2 тісше. Сосын кішкене сұйық май құямыз. 2 ас қасықтай жетеді. Және 1 чай қасық бал қосамыз. Балды қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Бірақ егер қоссаңыздар, тауықтарыңыздың сырты піскен кезде қып-қызыл қоп-қоңыр әдемі болып шығады. Бұл маринадты салатқа, жалпы тауықтың етін өздеріңіз пісіріп жеп қолдансаңыздар да болады. Енді керемет, өте дәмді, сырты қоп-қоңыр болып шығады. Тауықтың сирақтарын, қанаттарын тоже осылай маринадтап духовкаға пісірсеңіздер, өте керемет болып шығады. Сосын кез келген маринадты міндетті түрде 30 минут немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Неғұрлым маринад көп тұрса, соғұрлым дәмді болып шығады. Біз кәдімгі табада қуырып пісіріп алдық. Бұны духовкада 25-30 минут ұстап пісірсеңіздер де болады, немесе грильницада пісіруге де болады. Біздің уже тауықтарымыз дайын. Міндетті түрде суытып, салқын болғаннан кейін турау керек. Егерде жылыдай турайтын болсаңыздар, онда шашылып дұрыс туралмайтын болады. Міне осылай жұп-жұқа етіп турап аламыз. Бізде уже қамырмен соустың рецептісі басында көрсетілді. Осылай жұқалап жайып, үстіне соусымызды жағып аламыз. Соусын әбден жағып болғаннан кейін жеткілікті түрде ірімшігін салып аламыз. Міне осындай дайын индейканың грудкасы, яғни төс еті магазиндерде ысталған түрі сатылады. Бұл пицца мясной пир деп аталатындықтан, бұда кәдімгідей осындай еттер болады. Міне бұл дайын піскен, яғни ысталған түрі арнайы магазиндерде сатылады. Индейканың піспеген шикі түрі де болады магазинде. Соны алып духовка немесе табаға пісіріп ап, соны турасаңыздар да болады. Бірақ осындай копченый дайын піскен түрінің дәмі өте жақсы болады. Кәдімгідей колбаса сияқты ерекше дәмі болады. Енді пиццамыздың үстіне жұқалап туралған индейканың төс еті мен тауықтың төс етін осылай жаймалап қойып шығамыз. Бұған колбаса да қолдануға болады. Себебі бұл мясной пир деп аталатын пицца болғандықтан, кәдімгідей осындай еттерден жасалады. Кәдімгідей ысталған колбасаларды үзіп-үзіп үстіне салсаңыздар да болады. Әдеттегідей духовкамызды ең шегіне қойып, қатты алдын ала 30 минут бұрын қыздырып аламыз. Пиццамызды салып, небәрі пицца 6 минуттың ішінде мында пісіп шықты. Қараңыздар, өте керемет болып шығатын пиццаның бірі. Өте дәмді пицца, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығатын пиццаның бірі.